Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз өткен сабақта сан есім және сан есімнің құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінетіні туралы мәлімет алдық. Енді осы дара және күрделі сан есімдерге тағы да бір тоқталып өткім келіп тұр. Мына жерде бірнеше сан шығады, соған назар аударып көрейікші. 32, 100, 456, 1000, миллион, 1, 200. Балалар, сандар сан ретінде таңбаланып жазылады және сөзбен жазылады. Енді мына жерде таңбаланып жазылып тұрғанда, мысалға мына жерде 2 сан, мына жерде 100 дегенде 3 сан, 456 дегенде 3 сан, 1000 дегенде 4 таңба, миллион дегенде 7 таңба, 1 дегенде 1 таңба, 200 дегенде 2 таңба белгіленіп тұр. Ал енді жазылуына назар аударайықшы. 32 деген 2 сөзбен жазылып тұр, 100 деген 1 сөзбен жазылып тұр, 456 дегеніміз 4 сөзбен жазылып тұр, 1000 дегеніміз 1 сөз, миллион дегеніміз 1 сөз, 1 дегеніміз 1 сөз, 200 дегеніміз 2 сөз. Балалар, дара сан есім сандық таңбасы нешеу болғанына қарамастан, бірақ сөзбен жазылатын болса, ол дара сан есім. Мысалға 100. 3 таңбамен белгіленіп тұрғанмен, бірақ сөзбен жазылып тұр. Демек, бұл дара сан есім. 1000 4 таңбамен жазылғанына қарамастан, тағы да бірақ сөзбен жазылып тұр. Демек, тағы да сан есім. Миллион 7 таңбамен беріліп тұр. Бірақ сөзбен жазылады. Демек, дара сан есім. 1 саны 1 таңба, 1 сөз. Демек, дара сан есім. Ал егер сан 2 немесе одан да көп сөзбен жазылатын болса, ол бізде күрделі сан есім болады. 32 сөзбен беріліп тұр. 456 4 сөзбен беріліп тұр. 200 2 сөзбен беріліп тұр. Яғни, бір сөзбен ғана жазылатын сан есімдер, дара сан есімдер болады дағыны. 2 немесе одан да көп сөзбен жазылатын сан есімдер күрделі сан есімдер болады. Сан есімдер дара және күрделі болып екіге бөліп алдық қой сан есімді. Енді осы дара сан есімдерге негізгі сан есімдер және туынды сан есімдер жатады екен. Бұл дегеніміз не? Негізгі сан есімдер ешқандай жұрнақсыз сан есімдер. Туынды сан есімдер жұрнақ жалғанған сан есімдер. Біз зат есім, сын есім, етістікті өткен кезде де дара негізгі және туынды деп бөлетіміз. Түбір сөзден тұратын болса негізгі, оған жұрнақ жалғанатын болса, ол туынды деп. Енді осы негізгі сан есімдерімізде, туынды сан есімдерімізде дара сан есімге жатады екен. 1, 10, 7, бірінші ондаған жетеу. Енді осы бірінші ондаған жетеу болып неге бөлінетін алдағы сабақтарда өтеміз. Ал күрделі сан есімдерге қосарлы және тіркесті сан есімдерде жатады екен. Қосарлы дегеніміз дефис арқылы жазылатын 2 сөзден тұратын сан есімдер, 5, 6, 10, 10-нан деген сияқты. Тіркесті сан есімдер дегеніміз қасына 2 сан есімнің бірігіп, не болмаса қасына көмекші сөздердің қосылып жазылған сан есімдері. Мысалға 10 шақты, 2-ден 1, 1000-нан аса. Енді бұл сан есімдердің түрлерін тағы да алдағы уақытта өтеміз. Міне, мысалдар. Алыстан жүздеген үйлер көрінді. Жүздеген дегеніміз бұл жерде сан есімі. Бұл 100 деген санның өзі көп санды білдіргенмен, бірақ сөзбен жазылып тұрғандықтан, бұл дара сан есім болады. Кезек 30-шы адамға жетті.
Бұл да дара сан есім екен, бірақ сөзбен жазылыпты. Себетте 8 алма бар. Бұл да дара сан есім өйткені, бірақ сөзбен жазылып тұр. Жайлауда 10 шақты жылқы жайылып жүр. Неше жылқы жайылып жүр? 10 шақты. Неше сөз мына жерде? 1, 2 сөз. Демек, күрделі сан есім. Пиццаның 8-ден 1 бөлігін інім жеп қойды. Неше бөлігін інім жеп қойды? 8-ден 1. Қанша сөз? 1, 2 сөз. Демек, күрделі сан есім. Далада 5-6 бала ойнап жүр. Неше бала ойнап жүр? 5-6. 1, 2. 2 сөзден тұрғандықтан, бұл да күрделі сан есімге жатады. Бір жылда 365 күн бар деп айтатын болсақ, ол жердегі 365 деген сөзімізде күрделі сан есім болып саналады. Балалар, дара және күрделі сан есімді жақсылап түсініп алдыңдар деген ойдамын. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңдар.